Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан даналық қазынасында еңбек түбі береке деген ұлағатты сөз жиі айтылады. Бұл мақалдың түп төркіні қарапайым. Адам өмірде қандай іспен айналысса да, маңдай терімен, адал еңбегімен өмір сүрсе ғана шынайы берекеге, тыныштық пен құрметке қол жеткізеді. Бұл ұғым тек ұлттық таныммен шектелмейді. Еңбекті қадірлеу, адал табысты дәріптеу бүкіл адамзатқа ортақ құндылық. Оған әлемдік діндер мен өркениеттер де зор мән берген. Еңбек арқылы адам тек материалдық байлыққа ғана емес, рухани кемелдікке де жетеді. Күн сайын бір істі тындырып, бір нәтиже көрген адам өзін қажет, маңызды сезінеді. Бұл өмір сапасының маңызды бөлігі. Ал керісінше жалқаулық пен немқұрайлық адамның өзіне де, айналасына да зиян. Қазақ халқы да еңбекке ерекше мән берген. Еңбексіз күн көрмес, еңбекпен ел көгерер, еріншектің ертеңі бітпейді деген мақал-мәтелдер соның дәлелі. Мұндай нақылдар ұрпақ тәрбиесінің өзегіне айналған. Қолында барға мәз болмай, үнемі ізденіс үстінде болу, кәсіпке үйрену, пайдалы болуға ұмтылу әр азаматтың парызы. Халқының қамын ойлап, кейінгіге өлмес мұра қалдырған қазақтың әлемдік деңгейдегі ұлы ақыны Абайдың «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегін екі жақтап» деген дана тағылымын өскелең ұрпақ жадында сақтап, адал еңбекке бейімделсе, замана көшінен қалмай, еліміздің абыройын асқақтата түсетіні